Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін жөтелге қарсы шай дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қызыл мия шәрбәті, оның кез келген дәріханадан табылады. Және де қант немесе түрлі тәттілер болады. Содан кейін бал керек болады. Ең алдымен қайнап тұрған қара шайымызды дайындайтын стақанымызға құйып аламыз. Ал одан кейін бір ас қасық миотымызды саламыз. Миот ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Одан кейін балаңыздың тәттіге құмарлығына қарай қант салатын боламыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Одан кейін қызыл мия шәрбәтін құямыз. Көбінесе балалар қызыл мия шәрбәтін өзін іше бермейді. Сондықтан шайға қосып ішкенде пайдасы зор. Оны жақсылап араластыратын боламыз. Сіздерге осы шайдың көмегі зор деп ойлаймын. Бұл шай лезде жөтелден айықтыратын болады. Назарларыңызға рахмет. Бұл видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылыңыздар. Сау болыңыздар.